Қыздар шаш жұлса төбелесе кетті. Жылап-жылап таусылған алғаш рет ішімдік ішкен қос құрбы әлсізденіп тобырдың астында аяққа тапталды. Анельдің діттегені де осы болатын. Онсыз да ашулы қыздардың ызасына тиіп, алғашқы болып төбелесті бастауын күткен еді. Көз дегеніне жетіп жөніне кете барды. Әбден күйзеліске түскен қыздардың сабақ үлгерімдері нашарлап, гранттан құлап ақылы бөлімге ауыстырылды. Алайда оларда оқу ақысын төлейтін ақша қайдан болсын, әке-шешесіне айта алмасы белгілі. Қалай ақталады, не деп түсіндіреді? Жұмыс деп ақысын төлеуге тырысқанмен шамалары жетпеді. Оқудан бір жолата шығарылып, жатақханадан қуылып далада қалды. Түн ортасы, аштан-аш жаурап жасынап отырған қыздарға қорған болар жан табылғаны оларды қуантып өмірге қайтарғандай болды. «Ей қыздар, мына отырыстарың не? Үйлеріңе қайтыңдар. Түн ортасында көшеде жүру қауіпті. Үйіміз болса барар едік әпке. Ойбу, үйлерің жоқ па? Бұл жақта тұрмайсыңдар ма?» Өмірден опық жесе де ауыздары күймеген қос құрбы бейтаныс әйелге өз өмірлерін жіпке ендеше менімен бірге мен үйіме жүріңдер. Рас айтасыз ба? Әрине рас. Сендер ақша жинап, ауылдарыңа қайтқанша менің үйімде бола тұрыңдар. Қыздар қуана келісіп, өздері мүлдем танымайтын, бұрын соңды көрмеген бөгде әйелдің жетегіне еріп кете берді. Қос құрбы жуынып, бөгде әйел берген киімдерді киіп, тоя тамақтанып, шаршап ұйықтап қалды. Түске таяу оянып, жұмыс іздемек болып сыртқа шығуға дайындалып жатқан еді. Бөгде әйел кіріп келіп, хал-жағдайларын сұрады. Қыздар қалай? Жақсы демалдыңдар ма? Жүздеріңе қан жүгіріп қалыпты? Иә, сізге көп рахмет, Алла разы болсын. Бір жаққа жиналдыңдар ма? Жұмыс істеп қайтсақ деп едік. Жұмыс? Қыздар, мен сендерге тамақ, жылы, мамықтай жұмсақ төсек. Жұмыс тауып істесек ақысын төлейміз. Маған сендердің ақшаларың қажет емес. Олай болса қалай өтейміз? Бізден сізге не қажет? Маған сендер қажетсіңдер. Кәне менімен бірге жүріңдер. Қос құрбы түк түсіне алмай әлгі әйелдің соңынан еріп жүрді. Ұзынан ұзақ, әр 2 метр сайын бір бөлменің есіктері қайда неге бара жатқандарын түсінер алар емес. Соңғы есікке барып тоқталды. Есікті ашқан кезде құрбылардың көздері шарасынан шығып кете жаздады. Міне қыздардың бәріне сендер секілді шерге ас, төсек орын бергенмін. Бірақ бұл қыздар неге бұл жерде жиналып отыр? Өтемін өтеп отыр. Сонда қалай, түсінбедік. Сәния сендерге бәрін түсіндіреді. Сәния, кәне, мына қыздарды күтіп ал. Құп болады ханым. Іштен денесі ірі, бойы ұзын. Ей қыз, бұның не? Тез жібер бізді. Әйтпесе не істейсің? Кәне көрсет өнеріңді. Ұлжалғас дәу денелі қызға қарай қол көтермек болып еді. Әлгі дәу қыз Ұлжалғастың тамағынан қысып ондырып өлтіруге сәл қалды. Әлін білмеген әлек деген мына қыздардың бәрі менің бұйрығыма, мен тұр десем тұрып, отыр десем отырады. Сендер де маған сондай бағынышты боласыңдар, бағынасыңдар. Сендерге тозақтың азабын қалай боларын көрсетемін. Қос құрбы өздерінің қандай тозаққа тап болғанын түсінгендей болды. Сендердің бұларың не? Ардан безгендер. Әке, шеше, аға, әпке, туған туыстарың жоқ па? Қыз баланың ең қымбат құндылығы ар емес пе? Жанымды алсаң да арыма кір келтірме дейтін ұғымды ұстанатын қазақ қыздары емеспіз бе? Бәріміз мен қазақ қызымын деген үлкен атаққа лайықпыз ба? Деген сауал қойып көрейікші. Қазақта қыз баласы ұяңда инабатты, сыпайы болған. Ер адамға тік қарамаған. Жүріс-тұрысы салмақты болып, сызылып сыпайы қозғалған. Орынсыз жыртыңдап күлмеген. Ешкімнің сөзін бөлмеген. Етегі ұзын, көк көйлек киген, басында тақия не бөрік болған. Жөнсіз әдепсіз сөйлемеген. Кісінің алдында кесіп өтпеген. Дауыс көтермей бәсең дауыспен сөйлеген. Кешкілік жалғыз жүрмеген. Басқаларға қол тигізбеген. Және кісіні болсын, жануарды болсын теппеген. Суық жүріс сумаң қылыққа бармаған. Өтірік өсек айтпаған. Адамға қарап еснеп не керілмеген. Талтайып отырмаған. Тамақты асып жемеген. Бұраңдап қылым сымаған. Біреудің алдында киім ауыстырмаған. Салт дәстүрден аттамаған. Ешкімді ғайбаттамаған. Ішімдік ішпеген, шылым шекпеген. Тәкаппарлыққа жол бермеген. Үлкен кіші сыйлаған. Шектен тыс боянбаған. Мінеки, қазақ қызы осындай болған. Иә, бәріміздің бойымыздан бұл қасиеттер толығымен табыла қоймас. Дегенмен әлі де өзгеруге болады. Ей қыздар, бұл жер сендерге дәрісхана емес. Үндеріңді өшіріңдер. Қазақ деп миды ашытпаңдар.
Қазақ жерінде, қазақ елінде қазақ болып туылсаң, бұл атауды сыйламауға хақың жоқ. Біз мұсылман болғандықтан ең алдымен өз арымыз бен намысымызды биік ұстауға тиіспіз. Мұсылман қазақ деп неменеге басты ауыртып тұрсыңдар? Сендер де біздей болмасаңдар, бастық бұл жерге сендерді алып келмес еді. Жоқ, сендер мен біздің айырмашылығымыз жер мен көктей. Біз бір рет қана еріксіз түрде арымызды таптауға жол бердік, бірақ енді басымызды шапса да оған жол бермеспіз. Арымның жолында жаным садаға кетсін. Ал сендер өз еріктеріңмен арларыңды таптатып жүрген, кеудесінде жаны жоқ, жай ғана қуыршақсыңдар. Егер кеуделеріңде жүректерің болса, бұлай жүрермес едіңдер. Қыздар дауласып тұрғанда әлгі бөгде әйелмен қоса жас жігіттердің даусы естілді. Әпке, бүгін бізге жап-жас қаймағы алынбаған қыздарды тауып қоямын деп уәде беріп едіңіз. Уәдеңізде інішек, мен қашан сөзімде тұрмап едім. Мінекей олар. Ұлжалғас Гүлжанға қарағанда кішкене еті тірі болатын. Бөгде әйел есікті ашқанға дейін өзімен қоса Гүлжанның жүзін ұзын қолаң шаштарымен бүркеп үлгерді. Өйткені бұл дауысты есіне түсірді. Бұл сол күні ұйқы дәрінің күшінде жатқандары арын таптап пәктігін айырған жігіттердің даусы болатын.